Сәлеметсіздер ме балалар? Бүгін біздің каналда қазақ тілі 3-ші сынып 106-шы сабақ. Негізгі және туынды сын есім. Сендермен бірге Майра апай бүгінгі сабақтың барлық тапсырмалары мен жаттығуларын түсінікті етіп бірге орындайтын боламыз. Ал сендер лайк басып, подписаться батырмасын басып, тіркеліп кетуді ұмытпаңдар. Жарайды, олай болса тапсырмаға көшейік. 13-ші жаттығу мәтінді оқы. Судың да сұрауы бар. Қазіргі уақытта жер шарында жыл өткен сайын ауыз судың қадірі біліне түсуде. Дүние жүзінің көптеген елінде су сату үйреншікті іс болып саналады. Дамушы елдердің кейбіреулерінде отбасы табысының 10% су сатып алуға кетеді. Грек елінің кейбір өңірлерінде су алыстағы таудан тасылып әкелінетіндіктен оның бағасы қымбат тұрады. Су цистернамен әкелінетін ауылдар өз елімізде де кездеседі. Жер шарында тұщы су қорының шектеулі екені анық байқалды. Сондықтан судың да сұрауы бар деген халық даналығын әр уақытта есте ұстаған абзал. Балдырған журналынан. Балалар, біздің мәтінде бізге таныс емес сөздер бар екен, солармен жұмыс жасайық. Өңір бұл аймақ, елді мекен деген мағынаны білдіреді. Ал цистерна бұл сұйықтық құйып тасымалдайтын үлкен көлемдегі ыдыс. Жарайсыңдар балалар, келесі тапсырмаға көшейік. Мәтінде не туралы айтылған? Мәтінде су адам өмірінде қаншалықты керек екен туралы айтылған. Судың қадірі дегенді қалай түсінесің? Тіршілік көзі су, сусыз адам да, жануар да, тіпті табиғат та болмайды. Кейбір алыс жақын елді мекендерде бір тамшы суға зар болып отырған адамдар да бар. Ал кейбір адамдар судың қадірін білмей дұрыс пайдаланбайды. Ластамай, артық ағызбай, төгіп шашпай, орнымен жұмсау бұл судың қадірін білгендігіміздің белгісі. Мәтін неліктен судың да сұрауы бар деп аталған. Бұның астарында суды үнемдеу, суды ысырап етпеу, суға ұқыпты қарау деген көптеген мағына жатыр. Сен қалай ойлайсың? Өз ойларыңды топта талқыла. Мен сұраусыз нәрсе жоқ, әр нәрсені үнемдеп, босқа далаға шашпа, артыңды ойлап әрекет ет деген мағына береді деп ойлаймын. Жарайсыңдар балалар, келесі тапсырмаға көшейік. 14-ші жаттығу, тыйым сөздерді қолданып суды дұрыс пайдалан нұсқаулығын толықтырып жаз. Суды бекер төкпе, түнде су алуға барма, судың бетін ашық қалдырма, лас су төккен жерді баспа. Жарайсыңдар балалар, қатесіз дәптерлеріңе көшіріп жазып алыңдар. Келесі 15-ші жаттығуда суреттегі балықтар бойынша жалпақтау, ұзындау, кішірек сөздерін қатыстырып, оларды салыстырып сипатта. Тыран шортанға қарағанда жалпақтау, ал шортан сазанға қарағанда ұзындау, ал сазан тыранға қарағанда кішірек. Қолданған сын есімдерді сөз құрамына талда. Жалпақтау, жалпақ түбір, тау, жұрнақ. Ұзындау, ұзын, түбір, дау, жұрнақ. Кішірек, кіші, түбір, рек, жұрнақ. Жарайсыңдар балалар, сендерге түсінікті болды деп ойлаймын, дәптерлеріңе көшіріп жазып алыңдар. 16. Өлеңді оқып жатқа жаз. Балалар, бірінші балалар жақсылап оқып аламыз және оны жатқа дәптерлерімізге қатесіз әдемілеп жазып алайық. Жазғы таң. Жазғы дала, жазғы таң, жасыл шалғыны жасыл шақ. Ақ бұлаққа мөп-мөлдір, күн күлімдеп төкті нұр. Байбеков. Өлеңнен сын есімдерді тауып, оларға сұрақ қой. Сын есімдер. Жазғы қандай деген сұраққа жауап береді. Жасыл қандай. Ақ қандай. Мөп-мөлдір қандай. Яғни балалар, бұл сын есімдер екен. Бұл сын есімдердің қай сөзбен байланысты тұрғанын тап. Бұл сын есімдер дала, таң, шалғын, шақ, бұлақ сөздермен, яғни зат есімдермен байланысып тұр. Келесі тапсырмада негізгі сын есім және зат есім тіркесін. Мысалы, ақ бұлақ, жасыл шалғын, мөп-мөлдір су. Осы сөз тіркестерін туынды сын есім және зат есім тіркесіне өзгертіп айт. Мысал келтірілген екен.
ақ бұлақ, көңілді бұлақ. Яғни ақ бізде негізгі сын есім болса, ал көңілді бізде туынды сын есімге айналдыруымыз қажет. Мысалда, көңіл түбір, жұрнақ. Ал енді жасыл, шалғын деген негізгі сын есімнен зат есім тіркесін туынды сын есім зат есім тіркесіне қалай өзгертеміз, балалар? Яғни шалғын бұл шөп, жасыл шөп болады және қандай шөп болады? Яғни шалғын бұл таулы жерде өсетін шөп, сондықтан таулы шалғын деп туынды сын зат есім тіркесіне өзгертейік. Яғни тау бұл түбір, лық, жұрнақ. Мөп-мөлдір су, пайдалы су. Пайда түбір, жұрнақ. Жарайсыңдар, балалар, дәптерлеріңе қатесіз көшіріп ала қойыңдар. Балалар, осымен біздің бүгінгі тапсырмалар аяқталды. Сау болыңдар, подписаться батырмасын басып, тіркеліп кетуді ұмытпаңдар.